Математика. Сабақтың тақырыбы 134 пен 5-тің көбейтіндісі және 670 пен 5-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Оқу мақсаты: бөліндінің бір разрядына 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. 134 пен 5-тің көбейтіндісін есептеп көрейік. Баған түрінде жазамын. Бірліктерді көбейтемін. 20 болды. 0-ды жазып, 2-ні ойда сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 15 болды. Ойдағы 2-ні қосамын, 17 шықты. 7-ні жазып, 1-ді ойда ұстаймын. Жүздіктерді көбейтемін. 5 болды. Ойдағы 1-ді қосамын, 6 болды. Жауабын оқимын. Көбейтіндінің мәні 670. 6 жүздік, 7 ондық, 0 бірлік. 670 пен 5-тің бөліндісі. Баған түрінде жазамын. 6 жүздікті 5-ке бөлемін. 1-ді бөліндіге жазамын. Бір қалдықтың қасына 7-ні түсіремін. 17 болды. 17-ні 5-ке бөлемін. 3-ті бөліндіге жазамын. 2 қалдықтың қасына 0-ді түсіремін. 20 болды. 20-ны 5-ке бөлемін. 4-ті бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын. Бөліндінің мәні 134. 1 жүздік, 3 ондық, 4 бірлік. 21-ші беттегі екінші тапсырманы өз бетіңмен орында. 21-ші беттегі 5-ші тапсырманы да өз бетіңмен орында. Үйренген білік іс-әрекеттеріңді пайдаланасың деп ойлаймын.